мен құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың жоспары 3 кезеңнен тұрады. Жаңа сабақ, есептер шығару, өздік жұмысы. Дәптерді ашып бүгінгі күнді жазайық. Оқулықтың 214 бетті жаңа тақырып қарастырамыз. Тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру. Бүгінгі сабақтың мақсаты тригонометриялық функциялардың көбейтіндісін қосындыға немесе айырымға түрлендіру формулаларымен танысамыз және оны есептер шығаруда қолданамыз. Үш формуламен таныс боламыз. Бірінші көбейтінді синус альфа, синус бетта. Оны өрнектеу үшін біз 2-1 көбейту жақшаның ішінде косинус альфа мен беттаның айырымы, азайту косинус альфа мен беттаның қосындысы түрінде жазуға болады. Бұл бізде бірінші формула. Дәптерге жазып аламыз. Келесі көбейтінді косинустарының. Ол 2-1 жақшаның ішінде косинус альфа мен беттаның айырымы қосу косинус альфа мен беттаның қосындысы түрінде жазылады. Және соңғы формула синус альфа көбейту косинус бетта. Екіден бір көбейту синус альфа қосу бетта, қосу синус альфа минус бетта. Үшінші формула. Осы үш формуланы есептер шығаруда қолданайық. Оқулықтың 215 беті номер 764-тің асы. Видео сабақтың үстіңгі бөлігі жазуға арналған, астыңғы бөлігі тыңдалымға. Косинус минус 5 градус көбейту косинус 35 градус. Өткен сабақта еске түсіріп едік. Косинус жұп функция екені. Сондықтан минус аргументіндегі минус таңба жай ғана плюсқа айналады. Енді осы көбейтінді қай формулаға сәйкес екенін анықтайық. Екінші формулаға сәйкес келеді. Себебі көбейткіштердің екі функциясы да косинус. Формулада альфа мен беттаның орында есебімізде 5 градус және 35 градус жазылған. Яғни альфа мен беттаның орнына сәйкесінше 5 градус және 35 градуспен алмастырып шығамыз. Менімен бірге жазып отырыңыздар. Косинустардың аргументтерін есептейік. 5 азайту 35, минус 30 градус, 5 қосу 35, 40 градус. Минус 30 градус жұп функция болғандықтан косинус минус плюсқа айналады. Жақшаның ішінде косинус 30 градустың мәнін біз білеміз. Ал косинус 40 градус кестеде мәні жоқ. Кестені ашайық. Косинус 30 градустың мәнін іздейік. Ол 2-ден тубрас 3-ке тең. Сондықтан тек қана сол функцияның орнына сол мәнді қойайық. Осында өрнек шықты. Жақшаның сыртындағы 2-ден 1-ді әр қосылғышқа көбейтіп шығайық. 2-ден 1 көбейту 2-ден тубрас 3, 4-ден тубрас 3, 2-ден 1-ді көбейтеміз косинус 40 градусқа. Соңғы өрнек осы есептің жауабы болып табылады. Өздік жұмысы.
Алдындағы мысалды негізге ала отырып, сіздер номер 764-тің әсін б-сын, 766-ның асын әсін қарастырыңыздар.